Сәлем достар, бүгін сіздерге шоколадты пирог Kinder Delice'дің рецептісін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізге керек заттар: сары май, қант, ұн, жұмыртқа, разрыхитель және какао. Ең алдымен жұмыртқамызды жарып, оған қантымызды қосып, миксердің көмегімен аппақ болып көпіргенше жақсылап араластырамыз. Кейін оған ерітілген сары майымызды қосамыз. Одан соң миксердің көмегімен тағы да жақсылап шайқаймыз. Дайын болған массамызға жарты ұнымызды саламыз. Одан соң оны лопатканың көмегімен жақсылап асықпай араластырамыз. Кейін қалған ұнымызға какао, қамыр қопсытқыш үшеуін қосып, жақсылап тағы да араластырамыз. Бізде осындай қою масса шығады. Енді салмамызды дайындаймыз. Ол үшін сүзбемізге жұмыртқа, қант, ванилин және де крахмал қосамыз. Одан соң барлығын блендердің көмегімен ezеміз. Бізде осындай масса шығады. Шоколадты массамызды формамызға құйып, жақсылап тегістейміз. Кейін шоколадты тестамызға сүзбелі массамызды қосамыз. Кейін қамырымызды қызып тұрған пешке жібереміз. Пештен шыққан пирогымыз осындай әп-әдемі, биік, үлпілдек, нәзік болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.